Баршаңызға қайырлы күн достар. Стримимен бүгін Айхан Мұразаева. Бүгінгі видеода мен сіздерге сүзбелі бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Сол себепті видеоның соңына дейін көрулеріңізге кеңес беремін. Ыдысымызға бөлме температурасында жұмсақ сары майымызды қосып, оның үстіне қантымызды қосып, венчикте немесе шаншының көмегімен араластырамыз. Қоспамыздың үстіне бір дана жұмыртқамызды салып, жақсылап қайтадан араластыратын боламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді араластырайық. Ұнымызға қопсытқышты қосып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып, дайын болған қоспамыздың үстіне біртіндеп сала отырып, баста қасықпен, содан соң кішкене түйіршік пайда болған кезде қолмен араластырған дұрыс, себебі біз сүзбелі бәлішіміздің қамырын дайындайтын боламыз. Осындай сап-сары топ-томалақ қамыр шығуы керек. Ал енді дайындайтын ыдысымызға сары майымызды жағып майлаймыз. Майламай пергамент қағазын салсаңыздар да болады. Енді қамырымызды толығырақ орналастырып шығамыз. Ал енді начинкасын дайындайық. Сүзбемізге қаймағымызды, және де қантымызды, және бір дана жұмыртқамызды салып, блендердің немесе миксердің көмегімен араластырсаңыздар болады. Және де егер сіздердің сүзбелеріңіз сулы болып тұрған кезде қаймақтың қосудың қажеті жоқ. Ал егер мен секілді құрғақ болса, қаймақ қосу міндетті. Біздің сүзбеміз дайын болды. Осындай әп-әдемі болып шығу керек. Ал енді жаңағы силиконовый күрекшенің көмегімен алып, енді қамырымыздың үстіне орналастыратын боламыз. Және де начинканың үстіне жақсы көретін жеміс-жидектеріңізді салсаңыздар болады. Мысалы, изюмді салсаңыздар болады, немесе өзін ғана пісірсеңіздер болады. Сүзбемізді 180 градусқа 40 минут пісіреміз. Вуаля, біздің пирогымыз дайын болды. Жасап көруіңізге кеңес беремін. Өте дәмді, прям шайға күшті кетеді. Сіздермен бүгін болған Оразаева Айханы мені инста және ютуб парақшама тіркеліп кетіңіздер. Мен секілді жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сау болыңыздар. Ас болсын.